Саламатсыздар ма? Бүгін жетіліктер туралы айтам, яғни 7-сі, 16-сы, 25-сі күні туылған адамдар. Бұл адамдардың энергиясы төменнен жоғары қарай болғандықтан, бұл адамдар спортпен айналысу қажет. Обязательно, чтобы мына төменнен келген энергия бастарына жету үшін. Қимылы аз жетіліктерде, яғни спортпен айналыспайтын жетіліктерде рассеянность көп болады. Оларға бір сұрақ қойған кезде ұзақ ойланып барып жауап береді. Бір қиял әлемінде өмір сүретін бір мінездері бар. Бір қиялданып жүреді, сол әлемде болады да, сұрақ қойған кезде сол жақта миын шығару сәл қиындау болып, ұзақ ойланып барып жауап беретін мінездері бар. Ол неге? Өйткені мына энергия миына жетпей жатыр. Өйткені спорт жоқ, қимыл жоқ, энергия жетпей жатыр. Жетіліктерді 3-4 күнде бір тірлікті тындырып берші, бітіріп берші десең жарайды дейді да, 3-4 күн өткеннен кейін сол тірлікті сұрасаң, ойбу, есімнен шығып кетті дейді. Естерінен действительно шығып кетеді. Неге? Опять-таки энергия миларына жетпейді. Сол момент айтқан кезде, уже срок келген кезде ғана істейді сол тірлікті, и сол момент быстротасы бар, сол момент бітіріп береді. Бірақ көп тірлікті ұмытып кетеді, көп просьбаны естерінен шығып кетеді, энергия миына жетпей жатса. Ал спортпен айналысатын жетіліктер өте активны болады. Олар бір 7 адамның жұмысын атқарып тастайтындай күш энергиясы болады оларда, активны болады, басында андай күшті креативный идеялар болады, идеяларын көрген кезде вау дейтіндей идеялар болады. Именно спортпен айналысатын активный жетіліктерде. Жетіліктер бұл өмірге алу үшін келген көп нәрсені, сондықтан бұларға единственный цифра, андай левый ақшасы бар жұмыстар жағады. Көп адамға неге жақпайды ғой ондай левый ақша табатын жер, бұларға жағады ондай жұмыстар. Өйткені оларға алу үшін келген, и қанша нәрсе берсең де жетіліктерге, ол көпті кетпейді жетілікке. Тез ренжиді, бірақ ренжігені ұзаққа созылмайды, злопамятность жоқ бұларда. Мінездері өте ашық болады. Бұл адамдар спиртнойдан, алкогольден алыс болу керек. Бір-бірінен айырмашылығы. 7-сі күн туылғандарда басында көп идеялар бар. 16-сі күн туылғандарды ішіндегі жетіліктің ішінде ең активныйлары 7 адамның жұмысын істеп тастайтын адамдар 16-сі күн туылғандар. 25-сі күні қиял әлемінде жиі кетіп қалатын адамдар, рассеянность көп болып тұрады. Бұл адамдар ең спортпен көп айналысу, жетіліктердің ішінде ең спортпен көп айналысу керек 25-і.